Нишан бітім. Так. Мына күштігені жетектеп жүрді. Чух, кет. Чух. Ага, қайда жұмыссыз сен? Оны көресің. Сен күйіктің еш шығады. Логопед. Тіл өксірмейміз. Түсінбедім десең. Не жұмыс істейсің, қайда тұрасың? Жасаймын. Кім логопед? Түсіндіріп берші, не деп жатырмын? Қайда тұрасың? Қазір ма? Жоқ, былтыр. Мына жерің сүт жеді, стай! Менде мынандай идея болып отыр. Ана екі алтын сатып, ақшасына мына бала емдетсе қалай болады? Аузын жапшы, бермеші. Қызыңызбен билеп жүрмін. Иттің баласы. Әсемге тілейтін тілегім сол. Басына бақыт құсы қона берсін. Осы тілек қабыл болсын деген жандар. Аямай шапалағы. Ойнап тастамайын ба? Ойнап тастамайын ба деген не бәле оны? Саған айтатын сен мен ойнап тастайын дейді. Жоқ, мен құлағым екен деп ойлап шығармын. Дәулеттің осылай отырып, аман есен тұрған үшін қуанып жатырмыз. Сен сияқты ауыл бар бізде. Жақсы шық. Шыққан. Беремін. Сен кімсің? Мен бақырана команда. Жоқ, айтамыз ешкім. Мен ислама бермеймін. Я тебя что, амилой что ли? Мына жаққа тұр. Жеті ай қатын көрмеген бала. Қасқа, бәсе маған қара бейтелігі. 5 жылдан бері қандай қызмет атқарамыз? Қарапайым мұғалім. Обычный мұғалім. Қай пәннен? Дене шынықтыру. Дене өзі дене шынықтырудан беретін мұғалімдер болады ғой негізі. Дене шынықтырудан беретін өзі мұғалім болады негізі. Тұршы, братан, тұршы. Есіміңіз? Ақтазы. Сізде неше жыл болды қызмет атқарып жүргенсіз? 20 жыл. Қай неден бересіз? Тұрдым. Сөйлесің ба? Ау. Регалиетте отырамыз. Қошына отырасыңдар ма? Серьезно, айттым ба, өзі адам болады ғой негізі, дене шынықтырудан беретін адам. Мына братанға қарасаңыздар, андай ғой, допты беретін өздерің универдер деп ше. Өзі мына жақта шай ішіп отырады ше. Вообще жұмыс істемейді ғой осы. Просто жұмысқа спортивка киіп келсе болды. Аяғында кроссовки киіп бар, спортивка мына жерде сықыратын нәрсе ілініп тұрса болды. Сағына біреу келатқанда болып қалады ғой, зам директорлар келатқанда өтірік журнал алады да, кім қайда деп ше өтірік. Не істеп жатсыңдар деп ше. Братан, сен түрің сондай, ренжіме, братан. Серьезно айтам. Мына дене сен ше, тесіліп қалған шлангылар болады ғой, білесіздер ме? Жай су атқылайтын ше. Ар жақта қалағын ашып келгенде үстіге шашырап кететін шлангылар болады. Мен мына ойлап жүрмін ғой, бұл аспирин бе бірдеңе ішіп жүр ма деп ойлап тұрмын ғой мен. Сараң адам ақша деп қайғырады. Жомарт адам міскінді тойдырады. Біреуден алған нәрсең емес сені, біреуге берген нәрсең бай қылады. Алла тағала ешқайсымыздың пейіліміз тарылтпасын ағайын. Бүгін ат мініп жүргендер ертең жүген ұстап қалмасына кімге біл? Ақша, атақ бәрінде бөспелік қой. Бұл дүние уақытша естелік қой. Өгізге алтын артып жүргеніңмен кебінде қалта жоғын ескеріп қой. Жиғаныңды 5 мезгіл санай бермей, иманыңды бір рет тексеріп қой дейді. Құдай пейілін берсін. Рахметтен басқа айтарымыз жоқ. Сонымен есіңіз? Әсел. Ассалаумағалейкум, братан. Қалай жүрсің, амансың ба?
Өзің қай жаққа түсем деп отырсың, Асеке? Астанаға. Астанаға. Қандай мамандық иесі боласыз? Правоохранительная деятельность. КНБ. КНБ.